Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге Наурыз мерекесіне осындай әдемі, жұмсақ, етті бауырсақтар пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бірінші сүтімізді жақсылап ысытып аламыз. Оны ыдысымызға құйып, оның үстіне тұзымызды, дрожжымызды және де осындай қаймағымызды қосып жақсылап араластырамыз. Мен кішкене жұмыртқа да қостым, 2 штук. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Дрожжды мен көп мөлшерде қостым, өйткені көбірек қамыр ашытып жатырғандықтан. Және 2 ас қасық қант қосып жіберсеңіздер де болады. Дәміне қарай тұз қосуды да ұмытпаңыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Көп адамдар дрожжды осылай салып, онымен бірге араластырып, жай ғана 10-15 минутқа қалдырады екен, бірақ мен олай жасаған жоқпын. Барлығын бірден еледім. Көз мөлшерінде ұнымызды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды бірінші вилканың көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Сол кезде қамыр елеген өздеріңізге де оңай болады. Қамырымызды енді ары қарай қолмен елейтін боламыз. Егер қолдарыңызға қатты жабысып жатса, онда кішкене сұйық май қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр елейсіздер. Видеоның соңында қамырымыз өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Осындай жұмсақ әдемі қамыр илеп шығасыздар. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағат көлемінде қойып қоясыздар. Қамырларыңыз дәл осындай көтеріліп, әдемі болып ашитын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай созылып тұрған қатты емес, қатты жұмсақ та емес, осындай орташа қамыр елейсіздер. Енді осы қамырымызды дәл осындай қалыңдықта, қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып жайып шығасыздар. Және немесе бокалдың көмегімен, немесе арнайы өзінің кесетін құралымен, немесе пышақпен кессеңіздер де өз еріктеріңізде. Мен кішігірім осындай домалақ бауырсақтар жасағанды жөн көрдім, өйткені үйдегілерге осылай ұнайды. Егер сіздер қаласаңыздар, осындай өзінің кесетінімен де кессеңіздер болады. Қамырымыздың барлығын кесіп болғаннан кейін бетін жауып, бір 10-15 минутқа қалдырсаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Сосын майымызды қысып тұрған майда 2 шетін бірдей қылып қуырып аласыздар. Бетін жауып бір 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Сол кезде бауырсақтарымыз осындай әдемі болып көтеріліп шығады. Майымызды қыздырып, қазір пісіріп алатын боламыз. Қалай қарасаңдар, қалай көтерілген, прям күшті көтерілген. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Майымызды қыздырып алдық, енді дайын кесілген бауырсақтарымызды салатын боламыз. Осындай әдемі домалақ кішкентай қылып кессеңіздер, өте әдемі көрінеді. Мына жерде менің наурыз көжем қайнап пісіп жатыр. Қазым кішкене жарылып кетті. Нормально. Бауырсақтарымыз қызарды, енді айналдырып пісіріп алатын боламыз. Осылай әдемі болып сап-сары болып шығады. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Майларыңызды осындай көп мөлшерде құйсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Осындай 1-2 бауырсақ шығады да енді ішінен. Болды. Бауырсақтарымыз пісті, енді сүзіп аламыз. Өте әдемі қып-қызыл болып шықты. Негізі өз қалауларыңыз бойынша сарылау қылып та пісірсеңіздер болады, немесе мен сияқты осындай қызыл қылып та пісірсеңіздер болады. Бауырсақтарымызды енді айналдырып алдық. Дәл осылай сары бауырсақтар жасап пісірсеңіздер болады, немесе мен сияқты қып-қызыл бауырсақ жасасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша қызартып, сарғайтып пісіре бересіздер. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болып шықты. Осындай әдемі, жұмсақ, қытырлақ, дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Іші етті, прям андай воздух жоқ ішінде, прям күшті бауырсақтар болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ыстық прям ас болсын. Сіздермен бірге болған Жансая.